Сәлеметсіздер ме? Тағдыр сыйы каналымның тыңдаушылары, менің каналыма қолдау білдіріп отырған әрбір жанға Алланың нұры жаусын. Қызымды қалай құтқарамын? Бірінші бөлім. Әңгімені басынан бастайыншы. Менің 2000 жылғы қызым бар. Жақын арада күйеуге тиген. Негізі өзінің сөйлесіп жүрген жігіті бар еді. Мына бір жұмысқа тұрғалы, осы бір жігіт үйге дейін көлігімен әкеліп тастап жүрді. Ерке, мына жігіт кім? Ол неге сені үйге дейін әкеліп тастап жүр? Дегенімде, Жансая деген құрбымның досы ғой, уайымдамаңыз. Ол өте жақсы бала. Деген соң үндемей қоя салғанмын. Енді бұл бала күніге келгіштеп кетті. Қызыма тағы айттым. Қызым, мына бала бекерден бекер келіп жүрген жоқ. Өзіңнің жігітің естісе не болады? Дедім. Содан қызым ол баламен сөйлесіп, түсіндіріп айтыпты. Қайтып оны біразға дейін көрмедім. Солай күндер өте берді. Бір күні қызым, мама, мен күйеуге тиемін, дейді. Ойбай, кімге? Қанатқа. Өзіңнің жігітің ше? Ұрсып қалдық. Адам деген бұрыстан кейін осылай шешім қабылдай ма? Сен бұл баланы білмейсің ғой, десем. Мама, ол жақсы бала, намаз оқиды, салмақты. Ең бастысы мені жақсы көреді. Сен ше? Сен оны жақсы көресің ба? Иә, жақсы көретін сияқтымын, дейді сенімсіз. Бірақ ол өте жақсы бала. Намаз оқиды, ішімдік ішпейді, темекі шекпейді, артық сөзі жоқ. Үй ішімен намазхандар екен. Ал Асылжанның аздап ұрттайтыны бар. Сонысы маған ұнамайды. Оның үстіне ол өте дөрекі сөйлейді. Алыста болса да, үнемі мені бақылауда ұстағысы келеді, деді. Жарайды қызым, өз жүрек қалауыңды тыңда. Жас емессің, 20-дан асып жатсың, оң солыңды білетін шығарсың, деп келісімімді бердім. Апыл-ғұпыл тәтті шай өткізіп, қызды алып қашатын болып келістік. Өйткені ұзатып шығарып салуға менің жағдайымда жоқ еді. Сонымен ол үйге келін болып түсті. Ертесіне маған хабарласқанда мен айттым. Қызым, енді сен бұрынғыдай ерке қыз емессің. Ата-енең бар, күйеуің бар, өз отбасың бар. Беймезгіл маған хабарласа берме. Ұят болады. Бір жақтың сөзін екінші жаққа тасыма. Телефон көп шұқылама. Одан да үй тірлігін істей бер, деп қызыма түсіндірдім. Ол, жарайды мама, деп түсінді. 2-3 күн өтті. Қызымнан хабар жоқ, бір апта өтті. Өзім телефон соғайын десем, ыңғайсызданамын. Хабарлама жазсам бармайды. Бір күні жайсыз түс көрдім. Қызым мола жақта жалғыз өзі жүреді. Бет-аузын тұмшалап алған. Түрін көре алмаймын. Айқайлайын десем, даусым шықпай қиналамын. Түс түлкінің боғы деп, жақсылыққа жоритын қазақпыз ғой. Сағынғаннан болар деп мән бермедім. Ертесінде тағы сол түс, айнытпай. Қызым қап-қараңғы жерде, жалғыз өзі оранып алып жүреді. Мен мына жақта, қызыма қолымды созсам, жет алмай қиналам. Түн ортасында су тер болып оянам. Ертесіне таңертең 9-да қызыма хабарластым. Көтермейді. 5-6 рет хабарлассам, көтермейді. Енді мен анық қорғайын дедім. Бір кезде құдағиыма хабарластым. Құдағи, менің қызым аман ба өзі? Қанша күннен бері хабарласа алмай жатырмын, деймін. Иә, бәрі аман есен. Алаң болмаңыз. Үйден қонақ үзілмей, қолы тимей жатқан болар. Дегенде барып, дедім. Қызыма телефонды беріңізші, даусын естейін. Сағынып кеттім, дедім. Бір кезде қызым алып, алло, дегенде, мен басқа дауыс естідім. Менің қызым емес, басқа біреудің дауысы сияқты. Себебі еркемнің дауысы саңқылдап қалған, тез-тез сөйлейтін, алло, мам, деп жарқ ете қалған дауыс жоқ. Қорқып тұрған адамның даусындай. Ана шіркіннің жүрегі ешқашан алдамайды ғой. Ерке, қалың қалай? Неге даусың біртүрлі болып тұр, десем. Бәрі дұрыс, мама, уайымдамаңыз, деп тұтқаны құдағиға бере салды. Түкке түсінбеген күйде қалдым. Құдағиым да жақсы, деді де қоя салды. Сенесіз ба? Сол күні түнімен ұйықтай алмадым ғой. Қызымның ақырын ғана алло деген даусы құлағымнан кетпейді. Сол түні тағы да жайсыз сөз көріп шықтым. Бұл жолы күндегіден де сұмдық түстер. Қызым сел суға ағып бара жатқандай,
түрі көрінбейді. Тек қолын созады маған. Мен де қолымды созсам, өте алыста. Айқайлайын десем, даусым шықпай тағы қиналдым. Ертесіне тұра салып, такси шақырып қойдым. Құдағиға звондап, құдағи, мен сіздердің үйіңізге барайын деп жатырмын. Такси шақыртып қойдым. Үйіңізге кірмеймін. Қызымды көремін де қайтамын. Менің жүрегім тынышталмай жатыр, дедім. Құдағи, сіз әлі шықпай тұрыңыз. Мен қазір намаз оқып болып сізге хабарласамын. Таксиіңізге айтыңыз, келмей-ақ қойсын, деді. Мен одан сайын алаңдасам да, құдағидың келесі хабарласқанын күттім. Құдағиым түнгі 10-дарда бірақ хабарласты. Сіздерге айтпаймыз деп жүрген едік. Бірақ сіз келем деген соң айтпасқа амалымыз қалмады, дейді күмілжіп. Мен шошып кеттім. Не болды? Қызым аман ба? Неге күмілжіп тұрсыз? Шындықты айта беріңіз, дедім шыдамсызданып. Ұлым мен келіннің төсегіне дуа жасалған екен. Ұлым қазір қатты ауырып, адам танымай жатыр. Еркені де танымайды. Түнде айқайлап, сандырақтағаннан қызыңыз қатты қорқып қалған. Сол үшін де екеуін бөлек жатқызып жатырмын. Ерке залда менің қасымда жатыр. Қанатты көргеннен дірілдеп қорқа береді. Қазір 4 молда 4 жақтан оқып жатыр. Өткендегіден сәл тәуір болып қалды. Бірде есін білсе, бірде білмейді. Есін жиғанда, еркеге мені тастап кетпеші, дей береді екен. Қызыңызға мамаңның үйіне барып дем алып кел, десем бармай жатыр ғой. Дегенде менің үстіме мұздай су құйғандай болды. Қорқып кеттім. Қызыма беріңізші, деп жылап жібердім. Бір кезде қызым, ало, дейді ақырын ғана. Қызым, ботам, еркетайым, жағдайың қалай, десем, жақсы, деді созып. Мен қазір барып, сені алып кетемін, дедім бірден. Жоқ, мама, мен ешқайда бармаймын, дейді даусы өзгеріп. Қызым, неге үйге келгің келмейді? Құдағиға да үйге бармаймын депсің. Неге олай дедің, десем, ауырып жатқан күйеуімді қалай тастап кетемін, мама? Ол маған тастап кетпеші, деп жалынды ғой, дейді. Иә, сенікі де дұрыс. Мен де сені қолдаймын. Бұл да бір Алланың сынағы шығар. Бірақ қанат жазылғанша менің қасыма келсеңші, бәрібір бөлек жатып жүр екенсіңдер. Мен сені ажыратып алмаймын ғой, десем. Жоқ, мама, бармаймын дедім ғой, деп тұтқаны қоя салды. Ал, уайым, не істеймін? Ешкімге айта алмаймын. Ертең жақсы болып кетсе, күйеу баламды бәрі саусағымен шұқып көрсете ма деп ешкімге айтқым келмеді. Бірақ содан кейін күнде қызыммен сөйлесіп тұрдым. Бірақ бұрынғыдай әңгіме айтпайды. Қасында біреу тұрғандай. Бір күні үйіндегілер Жетісайға молдаға кеткен екен. Қызымыз екеуміз 1 сағаттай сөйлестік. Мама, мен мына үйден қатты қорқамын, дейді. Онда сені алып кетейін да, рұқсат берші. Ертең қанат жазылса, қайтып барасың, деймін жалынып. Жоқ, мама, мен оған уәде бергенмін. Оны тастап кете алмаймын, дейді. Сонымен арада 1 апта өткенде қызыма хабарлассам, мама, бізге дуа жасалмаған дейді молда. Қанаттың ішіне жын кіріп кетіпті. Әскерден келгенде достарымен қыдырып жүріп, жаман жерді басып қойған екен. Ол шоколадты көп жейтін еді. Сол ішіндегі жын тәтті жегізіп жатыр депті молда, дейді қызым. Ал одан сайын қорқайын. Қызымды зорлап алып кете алмаймын. Күйеу балама молда айтыпты. Ішіңдегі жын әйел екен. Сен оны тәттімен баптап жатыр екенсің. Ол сен үйленбей тұрып ішіңе кірген. Ал сен үйленген соң шыққаны. Ол сені қызғанып жатыр. Ертең оразада олар ұйықтайды. Сол кезде оқып қайтарамыз, депті. Содан 1 ай оразада күйеу бала жақсы жүрді. Ораза біткен соң ауруы қайта басталды. Бір күні Астанадағы 2-ші қызым келді. Мама, Еркені қатты сағындым. Бауырым екеуміз барып келейікші, деген соң жібердім. Бірақ құдағиға алдын ала ескертіп қойдым. Олар кешке барған, ертесіне сағынышымыз басылмады. Тағы 1 күн жатайықшы, деген соң мақұл дегем. Түс қайта Астанадағы қызым хабарласып, мама, біз қайтатын болдық. Мына үй бізді қуып жатыр, дейді ғой. Ойбай, қуған несі? Қалай сонда? Десем. Мама, үйге барған соң айтам, деп тұтқаны қоя салды. Үйге келген соң кіші қызым, мама,
Анау үйде Ерке бақытсыз екен. Ол үй бар ғой, тура мола сияқты мама. Есіктен кіргеннен айналаға Алла туралы жазып тастаған. Азаннан кешке дейін сүрелерді бақыртып қойып қояды екен. Үйінде 11 адам тұрса да дыбыстары шықпайды. Бәрі өз бөлмелеріне кіріп, Құран жаттап, таспих тарта береді екен. Үйінде шыбынның даусы ғана естіледі. Өзара сыбырласып сөйлеседі екен. Сіз беріп жіберген нан мен тәттілерді итке тастап жатқанын көрдім. Мама, ол үй біртүрлі екен. Еркені көрсеңіз, мүлдем басқадан болып қалыпты. Жөтелсем де селк кете қалады. Дегенде мен тез-тез киініп, жолға дайындалдым. Еркеге хабарлассам көтермейді. Хабарлама жазып жібердім. Қазір мен барайын деп жатырмын, дайын отыр, деп жаздым. Арада 5 минут өтпей, құдағи хабарласып, құдағи қалайсыздар, дейді түк болмағандай. Қазір біз сіздердікіне барайын деп жатырмыз. Еркенің кеше бауырларына деген сағынышы басылмапты, сізді де сағыныпты, деді. Барамын, деп отырған мен, мынадан кейін мысым басылып қалды. Өздерінің келгенін күттім. Шыдай алмай, далада күтіп отырмын. Бір кезде келді, қақпаны ашып қойғанмын. Сонда да олар көліктерін сыртқа қалдырып, өздері кіріп келе жатты. Мен қызымды көргенде талып қала жаздадым. Сенесіз ба? Түрі тура бір зомби сияқты ғой, сұп-сұр, ап-арық, сәл еңкейіп қалған ба? Аяғында зомбилар сияқты сүйретіп келеді. Көзі шиша сияқты, нұры жоқ көзінде. Мен оны құшақтаған кезде қу сүйек қой. Небәрі 2 айдың ішінде неліктен бұндай күйге түскені мен үшін жұмбақ. Сонда да әдептен озбай өз-өзімді ұстап үйге кірулерін өтіндім. Жоқ құдағи, үйіңізге кірмей-ақ қояйық. Әлі құдалық шақырысқан жоқпыз ғой, ұят болар, дейді сызылып. Ең болмаса, даладағы тапшанға отырыңыздар, деп тапшанға шақырдым. Бұл жерде ашумен емес, ақылмен шешуді жөн көрдім. Қызыма зияным тимес үшін бір амалын тауып, оны жібермеуім керек. Мыналар сау адамдар емес, хиджаб кимесе де теріс ағымға кіріп кеткен сияқты. Өйткені алдына қойған астан түртіп алмады ғой. Шайды да ұрттаған құсап, ерніне тигізіп отыр, бірақ ішпейді. Нан үзіп алмады енесі. Қызым бір қуыс болып, енесінің қасында отыр. Ашаршылықтан келген адам сияқты нанды аузына асайды кеп. Бір кезде мектепте оқитын кіші ұлым жүгіріп келіп, қасыма отыра қалып, маған аяғы тиіп кетті. Мен «әй» деп қалып едім. Қызым селк ете қалды. Ұйқысынан шошып оянғандай, жан-жағына қарайды. Жайлап тұрып, үйдің ішіне кіріп, апама хабарластым. Тәте, үйге келесіз ба? Еркелер келіп еді. Қызымның түрі ұнамай тұрмаған. Оған бірдеңе істеп қойған сияқты. Тәте, мен қызымды ол үйге жібермеймін. Қазір сізде солай айтыңызшы, деймін жалынып. Үнемі мені қолдап, көмектесіп жүретін апам. Қазір мен барамын, қызды жібермей тұр, деді. Мен 4 баланың анасымын. Күйеуім осыдан 10 жыл бұрын жүрек талмасынан қайтыс болған. Ақерке үлкен қызым. Біз оны еркелетіп, Ерке деп атап кеткенбіз. Әкесі марқұм, сондай қатты жақсы көретін еді. Екінші қызым мен, 3-ші ұлым студент. Кіші ұлым мектепте оқиды. Яғни 2 қыз, 2 ұлым бар. Күйеуім жақ көмектесіп тұрмаса да сәлеміміз түзу. Той домалақ, өлім жетімде болмаса, бұлайша көп араласпаймыз. Алматының шет жағында тұрамыз. Әкелері жоқ болса да, ешкімнен кем қылмай өсірдім деп ойлаймын. Жаңағы келем деген әпкем ғана маған көп көмектесіп тұрады. Туған анамдай. Өз анам ерте қайтыс болып кеткен. Алматының ортасында 3 бөлмелі пәтеріміз болатын. Күйеуім екеуміз маңдай терімізбен тауып, базарға шығып жүріп, тірнектеп жинаған ақшамызға осы 3 бөлмелі пәтерді алғанбыз. Күйеуім қайтқан соң, бауырлары үйді алып қоямыз деп шапқылаған кезде, осы апам олармен сайысып жүріп, мені құтқарып қалған. Кейін ол пәтерді сатып, қаланың шетінен шағын үй әперіп, қалған ақшасына дүкен салып берген. Апамның осы жақсылығын ешқашан ұмытпаймын. Апам өте әділ, қатал болса да, сондай мейірімді. Сол үшін де ең бірінші осы апама хабарластым. Қызым,
Былай шыққан соң жайлап түсіндірдім. Ерке, мен сені бүгін жібермеймін. 1-2 күн қасымда бол, сағындым, десем. Жоқ, мама, мен кетуім керек. Қанат ренжиді. Қазір қайтамыз, дейді асығып. Даусы да басқаша. Өзінің даусы емес сияқты. Қорқып тұрсам да шошытып алмайын деп. Қызым, қазір апаларың келеді. Олар да сені сағыныпты. Ең болмаса бір күнге қалшы. Енеңмен күйеу балаға өзім айтамын, деп жалындым. Сыртқа шыққан соң құдағиға қарап, Ерке бүгін менің қасымда қалады, дедім қатқыл дауыспен. Неге? Деді олдан дауысы өзгеріп. Апаларым келе жатыр, сағынып қалған шығар, мауқы басылсын. Жоқ құдағи, Ерке қазір менімен қайта берсін, кейін бір реті келгенде жіберермін, дейді орнынан тұрып. Қаным басыма шапты, сонда да қызымды шошытып алмайын деп. Құдағи, қызым бүгін менімен қалады дедім ғой, дедім көзімді аларта қарап. Ойбай, құдағи-ау, не болды сонша? Менде керек қылып тұрған жоқпын қызыңызды. Оказывается, Ерке екен ғой, менің балама дуа жасаған. Жетісайдағы молда солай айтты. Шашын қиып, молаға апарып көмген екен. Шашын алып тастаңдар деген соң, шашын тықыр қылып алып тастадық. Дей бергенде, шыдай алмай, орнымнан қарғып тұрдым. Қызым қорыққанынан, 2 қолым басына қойып, мені ұрып жібереме дегендей бұғып қалды. Тағы да ашуымды басуға тырысып, түсінбедім. Сіз не деп тұрсыз? Дедім сабырлы мен. Бар ойым, қызым шошып қалмасын деп тұр. Менің түрім бұзылып кетсе керек. Құдағи бірден сөзінен айнып, Жетісайдағы молда солай дейді. Әрине, мен сенбедім оған. Ерке ондай емес қой. Ол менің жаным ғой. Қалайша еркемді сондайға барады деп айтып отыр екен, деп өзгеріп шыға келді. О, тоба, не деген 200 адам, деп таңғалдым. Дәл сол сәтте апам кіріп келді қақпадан. Мен апаммен амандастым да, үйге жүгіріп кіріп кеттім. Апам көпті көрген адам ғой шіркін. Ештеңе айтпасам да, менің түрімнен ақ бәрін түсініп қойды. Еркеммен амандасқанда, реңін көріп, тіптен еңіреп жылады. Құдағи, амандасып болған соң, құдағиға айтып түсіндіріңізші, Еркені бүгін жібермеймін деп жатыр. Ел жұрт не дейді ертең? Баласы ауырып, келінін төркініне апарып тастапты, демей ме? Деп отыр ғой. Апам адуынды кісі, және бір-ақ рет сөйлейді. Оның көзқарасының өзінен бәріміз қаймығамыз. Әй құдағи, бүгін Ерке бармайды дедік қой. Неменеге мыжи бересің? Сенің ел жұртыңның сөзіне түкіргенім бар. Сендерге адамнан бұрын сөз маңызды екен ғой. Не істегенсіңдер мына қызға? Тірі қуыршақ құсап қалыпты ғой мына қыз, деп қызыма қарады. Ол байғұс бүріскен күйі отыр, қимыл жоқ. Екінші қызым оны құшақтап отыр. Ал енді не үшін келген себебіңді айт. Сен мені сағынғаннан келіп отырған жоқсың, білемін. Қане, жөніңді айтта, тайып тұр бұл жерден, дегенде құдағидың аузына құм құйылды. Негізі бұның келген себебі қызың менің ұлыма дуа жасапты, деп айтайын деген ғой. Апамның ашуынан қорқып, кешегі тірлігіміз үшін кешірім сұрайын деп келген едік. Құдаша мен құда балаға қайтыңдар дегенім. Күйеу балаларыңыздың айқайлап сандырақтағанын көрмей-ақ қойсын дегенім ғой. Қорқып қалама деп, дейді сасқалақтап. Екінші қызым, біз жездеміздің ауруын көру үшін бармадық қой. Бауырымды сағынған соң бардық. Апа, негізі Ерке, кетпеңдерші, деп жалынған соң, тағы бір күн қалғымыз келген. 1,5 айдан бері Ерке ұйықтамапты. Мені тас қылып құшақтап ұйықтады ғой апа, деп ол да жылап жіберді. Күйеу балада үн жоқ. Басын салбыратқан күйі, пияладағы шайды ішкен адам құсап, бетін жауып отыр. Сонымен апам екеуінде қуып шықты. Енді Еркем ол үйдің табалдырығын аттап баспайды. Болды, осымен әңгіме бітті, деп апам қақпаны тарс жауып алды. 2-3 күн қызым маған өкпелеп сөйлемей жүрді. Кішкене өз-өзіне келсін. Қызды қинама, сәті келген кезде өзі бәрін айтып берер. Бірақ көзден таса қылмаңдар. Үйден қашып кетіп, немесе өз-өзіне қол жұмсауы мүмкін. Сол үшін үнемі қасында бол. Сәл есін жиса, үлкен молдаға апарып оқытармыз. Қазір қинап апарсақ, одан сайын ушығып кетер, деп апам қайтып кетті. Жалғасы бар.